13-ші сабақ ауа неден құралады? Сабақта ауаның құрамы туралы білесің. Ауа азот, оттек, көмір қышқыл газ және басқа газ қоспасынан тұрады. Ауа құрамында азот көп. Азот кез келген ағзаның тіршілігі үшін қажет зат. Ауа құрамындағы ең маңызды газ оттек. Оттекпен тірі ағзалар тыныс алады. Оттексіз от жанбайды. Сондықтан өрт сөндіру кезінде оттек жібермеу үшін ауаның жолын сумен, құммен жабады. Ауа құрамының аз бөлігін көмір қышқыл газ құрайды. Оны адамдар, жануарлар және өсімдіктер бөліп шығарады. Ірі фабрика, зауыттар, автокөліктер көмір қышқыл газын көп бөліп, ауадағы мөлшерін көбейтуі мүмкін. Фотосинтез үдерісі нәтижесінде өсімдіктер ауадағы оттек қорын толықтырады. Сондай-ақ ауа құрамында басқа да газдар, шаң тозаң мен су буы болады. Есте сақта, ауа азот, оттек, көмір қышқыл газ және басқа газдардан құралады. Ойлан, ауаның құрамы өзгеруі мүмкін бе? Я, ауаның құрамы өзгеруі мүмкін. Бұл өзгерістер табиғи және антропогендік, яғни адам әрекетіне байланысты факторлар себебінен болады. Бұл жерде табиғи факторларға табиғи апаттар, орман өрттері кезінде ауаға өте көп мөлшерде көмір қышқыл газы және басқа да газдар таралады. Жанартау атқылау кезінде ауаға түрлі улы газдар тарайды және басқа да табиғат апаттары ауаның өзгеруіне алып келуі мүмкін. Ал өсімдіктер көмір қышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп шығарады. Жасыл өсімдіктер көп болған жерде ауаның құрамында оттегі артады. Жергілікті климаттық жағдайлар, яғни тұрғылықты аймақтарының ауасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, теңізден таралатын су булары ауаның ылғалдылығын арттырады. Адам әрекетіне байланысты факторларға тоқталсақ, өнеркәсіптік ластану. Мысалы, зауыттар мен көліктер ауаға көмір қышқыл газы, метан, азот диоксиді және басқа ластаушы заттарды шығарады. Сонымен қатар, ормандағы ағаштарды кесу, ауыл шаруашылығы, қала құрылысы және тағы да басқа факторлар әсер етеді.